Бисмилля. Ассалаумағалейкум. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер, шығыс медицинасы мен батыс медицинасының біріккен ем түрі бойынша терапевт Жұмадан Жарқынбекұлы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2017 жылғы санағына негізделгенде жер шары тұрғындарының 80%-ында асқазан ауруы байқалған. Соның ішінде ең көп кездескені әрине асқазанның қабыну аурулары, содан кейін асқазандағы әрі 12 бармақ ішектегі жаралар, одан кейін қала берді асқазанның қатерлі ісіктері, рак аурулары айтуға болады. Енді сонымен бүгін айтайын деген ауруымыз сол асқазанның қабыну ауруы, яғни гастрит туралы болмақ. Бұл асқазан қабыну ауруы сол асқазанның кілегей қабықтарында пайда болған қабыну. Ауру себеп, енді бұл ауруды бөлетін болсақ, аурудың пайда болуының тез ақырындығына қарай жедел сипатты әрі созылмалы сипат деп бөлуге болады. Ал бұл жедел сипаттысы өзі ары қарай тағы бөлінеді. Жай сипатындағы жалаң сипаттық, яғни сосын жағындай қаншығы сипатындық, одан кейін жағындай іріту сипатындық деген сияқты. Ал енді созылмалы сипаты да үшке бөлінеді. Бейқұрысу сипатындық, құрысу сипатындық әрі ерекше сипатындағы созылмалы асқазан қабыну ауруы болып бөлінеді. Енді бұның жаңағы жедел сипаттағы асқазан қабыну ауруының ауру себептерін айтатын болсақ, жаңағы физикалық тітіркендірулер, мысалға ашты шай, ашты кофе, қою кофе, мысалға қою шай, арақты тұтыну, сонымен қатар жағындай жаңағы азоттың тұзы, одан кейін тұз жағындай қатты қышқылды тұз, солардың жағындай әсерінен болатын жаңағы асқазан кілегей қабықтарының күйуі деген сияқты. Кейбір дәрілердің әсері, мысалы аспиринді көп уақыт шамадан тыс көп қолдану, мысалы біреу бас ауырса болды аспирин ішіп алса, мысалға сөйтіп ұдайы жалғаса берсе, сол созылмалы асқазан жаңағы жедел сипаттағы асқазан қабынуы дереу пайда болады деген ықтималдық болады. Сонымен қатар жаңағы тамақтанудың дағдылы болмауы, яғни дұрыс тамақтанбау, одан суықтың әсері, қатты ыстық тамақ жеу немесе қатты суық тамақ тұтыну деген сияқты, аштыны көп жеу деген сияқты себептер. Ал енді созылмалы асқазан қабыну ауруының ауру себептерін айтатын болсақ, біріншісі хилори бактерия пилорды айтуға болады. 90% созылмалы асқазан қабынуда осы бактерияның жаңағы тексеру барысында осы бактерия байқалған. Екінші түрінде жағындай болғанда физикалық себептер, мысалға арақтың әсері, қою кофе, қою қара шай, мысалға бұның қатар ашытқыны көп тұтыну, дәрілері, дәрі-дәрмектің әсерлері, жаңағы аспирин сияқты деген. Сонымен иммунитеттің де өзіндік тигізетін әсерлері бар, иммунитетке қатысты аурулардың созылмалы асқазан қабынуға. Мен кейбір созылмалы ауруларды айтуға болады. Мысалға қалқыншы без аурулары, одан кейін бүкіл дененің жағындай қабынуы, адамның жағындай қант несеп ауру болған жағдайда, кейбір созылмалы аурулар болған жағдайда созылмалы асқазан қабыну ауруда қоса пайда болады. Енді ауру белгілеріне келсек, жедел сипатында көбінесе іштің үстіңгі тұсының ауырсынуы, жайсыздануы, одан жүрек айну, құсу, ауыр болған жағдайда бәлкім қан құсуға дейін болуы мүмкін. Ал енді созылмалы ауыр жаңағы асқазан қабыну ауруында ауру белгілері жаңағындай классикалық емес, сол асқазан тұсы, яғни іштің үстіңгі бөлімінің ауырсынуы, жайсыздануы, сонымен қатар жаңағы тез тойып қалу, тамақ. Мысалға тез тойып қалу дегенді айтатын түсіндірсек, қарны ашып тұр жаңағы адамның, бірақ битей тамақ жесе тойынып қалады, сондай сезім пайда болады. Сондықтан тамақ жеу азаяды, ондай адамдарда қоректік жетіспеу пайда болады, сонымен қан аздықта келіп шығуы мүмкін. Одан кейін іш кебу деген сияқты. Осы одан кейін кейбір жаңағы ерекше типтағы созылмалы асқазан қабыну ауруларында қан аздық келіп шығады, одан кейін шету келіп шығуы мүмкін, сондай ауру белгілері бар. Енді емдеу жағын айтатын болсақ, тексеру жағын айтатын болсақ, көбінесе оған сол асқазан әйнегі, шланг ұрысту дейміз ғой, асқазан әйнегі арқылы оған диагноз қойылады. Сонымен қатар жаңағындай кейбір зертханалардық тексерулер, мысалға жаңағы көміртек 14 изоляторын үрлеу, желдірлеу арқылы жаңағы хилобактерия пилорды тексеру деген сияқты. Сол арқылы бұл аурулардың диагнозын қояды осы негізде. Ал енді
емдеуді айтатын болсақ, батыс медицинасында мысалға асқазанның қышқылын бөліп шығаруын азайтатын дәрілерді қолданады. Мысалға тимертицин дейді, ампиразол дейді, сол сияқты дәрілер. Одан кейін сулфаферит деген дәрілер, мысалға асқазан кілегей қабығын қорғайтын дәрілер. Осыларды қолданады. Ал енді бұған енді үй жағдайында мысалға қандай бір алдын алу шараларын немесе қандай тамақтарды тұтынуға болады, қандай тамақ тұтынуға болмайды десек, мысалға ауру себебінде көрсетілгендей, жаңағы дағдылы уақытылы тамақтану, мысалға таңертеңгі ас, таңертең ішу, түскі асты түскі ішу, мысалға әр астың мезгілінде сол тамақты уағында ішіп тұру керек деген сөз, ең кемінде. Сонымен қатар жаңағындай қою кофе, қою қара шай, одан кейін ашты жемектіктерді шамадан тұтыну, мысалға бұлардың да асқазан кілегей қабығын тітіркендіруі күшті болғандықтан бұларды азайту керек. Арақ пен темекіні тию керек мүлдем. Бұл темекіні айтатын себебіміз, өйткені темекіде мысалға никотин бар, химиялық құрамда, одан химиялық әсер пайда қылады. Ол жаңағы асқазан кілегей қабықтарында осы асқазанның жаңағы қабынуына әкеліп соғады, ары қарай мысалға асқазан тераларына дейін келтіріп шығаруы мүмкін. Сосын жаңағындай келсе келмес бас ауырса, мысалы бір жер ауырса, жаңағы аспирин сияқты жаңағындай ауруды басатын дәрілерді келсе келмес қолданбау деген сияқты. Ол да сол жаңағы асқазан кілегей қабығына тітіркендіру болып зақымдайтындықтан ондай жаңағындай жағымсыз әдеттерден арылу керек, сол дәріге сүйену деген сияқты. Енді қандай тамақтар тұтынуға болады есесіне, жаңағындай ауыр келмейтін, мысалға жеңіл желпі тағамдарды тұтыну, мысалға тамақ жегенде асықпай, толық чайнап жеу, өте қатты тойып жемеу, қатты көп жеп алмау, мысалға. Енді бұл осы туралы айтатын болсақ, мысалға тамақты көп жемеу туралы айтатын болсақ, өзіміздің асыл дінімізде де, шариғатта да бар, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде де келеді. Егер кімдеген асқазанын тамақ толтыратын болса, 1/3 тамақпен, 1/3 ауамен, 1/3 сумен толтырсын деген. Енді бұл медицинада да қазіргі таңда осының ғылымилық жағы қазір медицина тұрғысынан ашылып жатыр. Сосын жаңағындай темекіні арақ тастау керек деп айттық, ол жағын ескеруіміз керек, әрине. Сосын тез оңай қорытылатын тамақтар, мысалға айтатын болсақ, тауық еті, тауқым сирағы, әртүрлі балықтар, соларды жаңағындай аздан көп мезгіл тамақ жеу керек деген сөз. Мысалға 5-6 рет күніне тамақ жеу, аз мөлшерде жеу керек, мысалға жаңағы асқазан қабыну бар аурулар үшін. Одан өте ыстық, өте суық жемеу керек. Қалыпты температурада, яғни тітіркендіру аз болатын жағдайда тамақ тұтыну керек. Сонымен жаңағы өте құрғақ тамақтар тұтынбау керек, өте қатты мысалға тамақтар тұтынудан сақтану керек деген сияқты. Одан кейін жеміс жидектер тұтыну керек, мысалы анар дейміз, шаптұл дейміз, сол сияқты алма бар, мысалға алмұрт бар, банан бар. Осы жемістерде де ағзаға қажетті жаңағындай микроэлементтер болады, басқа да қажетті элементтердің құрам болғандықтан осыларды тұтынуға кеңес беріледі. Сонымен қатар үй жағдайында мысалға бір рецепттерді айта кететін болсақ, мысалға қызыл шекер деген болады. Қызыл шекерді жаңағындай күреге салып қайнатып, су құйып, мысалға әбден ерігенге дейін қайнатып, соның үстіне жаңағы жаңғақ дәні бар ғой, кәдімгі, сол жаңғақ дәнін алып араластырып, әбден жаңағы қызыл шекер сол жаңғақ дәніне араласып, үсті бір-біріне сіңгенге дейін солай суда бұқтырып, содан кейін соны тұтынуға болады. Бұл арқылы сол асқазан жаңағы тамақ қорыту қуатын арттыруға болады. Енді жаңағы асқазан қабыну бар кісілерде ас қорытуы нашар болады. Сондықтан осы жаңағы азықтық рецебі жақсы көмек болады. Соны күніне бір мезгіл, 2 мезгілден 3-5 рет кемде үзбей тұтынуған пайдалы болады. Сонымен қатар жаңағы бір қойдың қарнын дайындап, тазалап жуып, мысалға соның ішіне жаңағы 15 грамдай ақбұрыш деген болады, соны жаншып салып, үстіне жаңағы жем-жемілден 9 грамм қосып, жем-жемілді жаңағындай жіңішкелеп турап салып, жаңағы қарынның аузын жіппен түйіп, соның ішіне жаңағы күреге су құйып, соған бұқтырып пісіру керек ақырын. Кішкене оттан 1 сағат 2 сағат күтеміз. Соны пісқаннан кейін жаңағы қарынды жеп, ішіндегі жемісін жеп, сорпасын ішеді. Бұл да жаңағы асқазанның, жаңағы ас қорыту жүйелерінің жараларына, асқазанның қабынуларына жақсы көмек көрсететін бір рецепт болып табылады. Сонымен қатар үшіншісі ақыл обы деген бар. Сол ақыл обыдан 500 граммды алып,
жақсылап жуып тазалап, қабығын жай жұқалап турап, сонымен соның сығынысын алып, сығынысының үстіне 20-30 грамм бал араластырып күніне 2-3 мезгіл ішу керек. Осында осылай бір ай кемінде солай тұтынса, осы ауруларға жақсы көмектеседі. Әрине бұл енді асқазан аурулары өте кең көлемді ауру, енді басқа тұстары болса келесі эфирде айтамыз иншалла, тағы да толықтыратын жерлері болса. Егер де бұл видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыздар, әрі жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен қатар арнамыздың жаңағы қоңыраушасын басып, арнамызға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Ауырмаңыз ағайын. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.